Менің атым Айжан. Мен қалалық ауруханада медбике болып істеймін. 5 жылдық тәжірибем бар. Түнгі ауысымдарға үйренгенмін. Бірақ бір түн бар. Әлі күнге дейін ұмыта алмаймын. Бұл өткен қыста болды. 24 желтоқсан. Жаңа жыл алдындағы кезекшілік. Мені 3-ші қабатқа терапия бөліміне жіберді. Егде адамдар палатасы. Тыныш бөлім, әдетте. Түнгі сағат 1:00. Айналым жасап жүрмін. Дәліз бос. Тек люминесцентті лампалардың ызың естіледі. Барлық палатаның есігі жабық. Тек 312-ші палатаның есігі ашықтыр. Мен ішке кірдім. Палатада бір ғана науқас. Апа деп атайтын кемпір. Жасы 80-нен асқан. Әдетте ұйықтап жататын. Бірақ бұл жолы ол төсегінде отыр, маған қарап. Қызым, сен келдің бе? Мен сені көптен күтіп отырмын.